Усман радиаллаху анхудың заманына келген кезінде тағы бір таңғажайып немесе бір ерекше оқиға орын алды. Ол оқиғада соғысқа келген әскерлер, мұсылман әскерлер бір-біріменен үлкен қақтығысқа тап болды. Бір-біріне қылыш көтеретіндей жағдайға жетіп қалды. Не себепті? Құран себепті. Біреу Құран оқиды, екіншісі тұрады да сен қате оқып жатсың дейді. Үшіншісі тұрады да сендер екеуің де қате оқып жатсыңдар дейді. Оған мыналар айтады, сен қате оқып жатсың. Бәрі қараса бір-бірін басқаша оқып жатыр. Құранды қате оқып жатқан сияқты. Не істейміз енді? Сонымен дау әйтеуір тынышталып, бұл хабар Усман радиаллаху анхуға келеді, жетеді. Сол кезінде Усман радиаллаху анху қайтадан Зайд ибн Сабит радиаллаху анхуды шақырып алады. Шақырып алғаннан кейін тапсырма береді. Құрандағы бүкіл ләхжаларды, диалектілерді бір Құранға сыйғыз дейді. Егер сыймай жатса, бір қандай да бір келіспеушіліктер болып жатса, онда Құрайштың ләхжасын негізге ал дейді. Сол бойынша жаз дейді. Келіспей, сыймай жатса. Енді мәселе қалай болып жатыр? Мәселе бұлай. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дін түскен кезінде дінді тарқату керек. Айналада арабтар, түрлі ойпаттарда тұрады, түрлі жерлерде тұрады, алысы бар, жақыны бар, түрлі сапарларға шығып жатыр. Сол аралықтарда келіп жатқандарына Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дінні үйретеді, Құран жаттатқызып жібереді. Дінді үйретеді, Құран жаттатқызып жібереді. Қанша? Бір сүре болсын, 10 сүре болсын, қанша жаттап кетеді, сонша жаттап кетеді. Немесе сахабаларға жібереді. Пәлі барда, пәлен сахабадан Құранды ал. Ана сахабадан ана ілімді ал. Сөйтіп ол солардан ілімін алады да кетеді. Болды, содан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрген жоқ. Өзінің қонысына барып, ары қарай дінді тарқатты. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барды бірде бір жерге. Ол жерге барған кезде дінді үйретіп ары қарай жүріп кетті. Келе жатып үйретті. Жалпы әр түрлі жерлерде әр түрлі адамдармен, яғни ру өкілдеріменен жолықты. Оларға үйретті, олар жаттап алды. Сөйтті де жаңағы әр жерлердің өкілдері соғысқа келді. Келсе жаңағыдай келіспеушіліктер пайда болды. Түсініспеушіліктер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әлгі руға барған кезде сол рудың сөйлеу мәнерімен Құранды оқып берген. Мына жақтан бір ру келген кезде сол ру қалай сөйлейді, сол бойынша Құранды үйретіп жіберген, жаттатқызып жіберген. Ана жаққа барады, ол жаққа солай. Мына жақтан келеді, мына жақтан солай. Бірақ барлығы араб тілі, арабтың әдеби тілі. Көше тілі емес, бұзылған тіл емес, әдеби. Сөйлеу мәнері, дыбыстау мәнері басқаша. Яғни, мына бізді алатын болсақ қазір Қазақстанда, батысы мен шығысы, оңтүстігі мен солтүстігі не болып жатыр? Сөйлеу жағында бір өзгешеліктер бар. Бірақ біздің сөйлеу өзгешеліктеріміз әдеби жағы да бар, сосын жаңадай бұзылып кеткен, күйзеліске ұшырап кеткен жағы да бар. Мысалға, батыста қойшиш дейді. Қойшиш дейді, бар ма батыстың жігіттері? Кәні? Қойшиш? Сіздер де сөйтіп айтады ғой. Солай ма, солай емес пе? Яғни, қолдану солай. Бізге қызық естілетін шығар, бірақ бұл жақта нормально. Біздің сөйлеуіміз бұларға қызық естіледі. Қалай дейді? Бізде оны қойсай дейді, қойсай. Бұл енді не көше жаңағыдай бұзылып кеткен? Негізі қойсайшы. Қойсайшы деген. Ол әдеби жағы. Мысалы бұзылып кеткен, жаңа батыста қайтадан оларды мен айыптап жатқан жоқ, не жоқ. Мысалы, нән деген сөздері бар, бар ма ондай сөз? Енді ол әдеби сөз емес, ол не болып кеткен? Қаяқтан келген білесіңдер ма? Белгісіз, нән дейді. Яғни үлкен, алып.
деген сөз. Қысқасы осындай жалпы әр жерлердің сөйлеу мәнері басқаша болады. Ол табиғи заңдылық. Арабтар сол уақытта әр түрлі жерді сөйлеген, бірақ құрайыштықтардың ләһжасы өте бай болған, диалектісі. Себебі барлығы жан-жақтан Меккеге келеді ғой, Каабаға құлшылық жасайды. Сол кезінде әркіммен сөйлеседі де, солардың сөздерін алып қалып байыған. Әлгі жерге барған кезде диалекті әр жерден келген, Құранды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл солай оқып берген, дұрыс, мағына сол, дыбысталу басқаша. Сөйтеді де жаңа кісілер бір-бірін түсінбей отыр. Немесе әйтпесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жаттап алған, немесе сахабадан жаттап алған. Ауадан шығарған жоқ.